Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 126 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Ф дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен Ф әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында Ф әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Ф әрпін көркем жазасың. Балалар, біз өткен сабақта өзіміздің ұлттық кейіпкеріміз Алдаркөсемен танысқанбыз. Бүгінгі сабақта біз тағы да бір ұлттық кейіпкерімізбен танысамыз. Оның аты Қожанасыр. Қожанасырдың өткір әрі күлкілі қалжыңдары мен әжуа сөздері халық арасына кең тарап, ол жағымды аңыз тұлғаға айналған. Оның қызық оқиғалары мен қалжың сөздері әрі қарапайым, әрі астарлы мағынада болған. Қожанасыр бізге өзінің жұмбағын ала келіпті. Қане бірге шешейік. Бір топ бала екі топта таласып жүр бір топқа. Екі топқа бөлініп алып, бір топ бала допқа таласып жүр дейді. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Әрине, бұл футбол. Футбол деген сөзде, балалар, қандай дыбыс естіліп тұр? Футбол. Дұрыс айтасыңдар. Ф дыбысы естіліп тұр екен. Ф дыбысымен әрпімен танысамыз. Қане, барлығымыз Ф деп айтып көрейікші. Ф. Ф. Ф дыбысы айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Ф дыбысы дауыссыз дыбыс. Біз оны көк текшемен белгілейміз. Балалар, Ф әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Футбол сөзіне жасайық. Футбол. Екі буын бар. 6 әріп, 6 дыбыс бар. Екеуі дауысты, төртеуі дауыссыз дыбыс екен. Ф әрпі сөздің басында тұр. Келесі сөзіміз телефон екен. Телефон. 3 буын бар. 7 әріп, 7 дыбыс бар. Оның 3-еуі дауысты, 4-еуі дауыссыз дыбыс. Ф әрпі сөздің ортасында тұр екен. Келесі сөзіміз телеграф. Телеграф. 3 буын бар. 9 әріп бар. 8 әріп бар. 8 дыбыс бар екен. Оның 3-еуі дауысты, 5-еуі дауыссыз дыбыс екен, балалар. Ф әрпі сөздің соңында тұр. Сонымен, балалар, Ф дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Ол орыс тілінен енген сөздерде кездеседі екен. Енді, балалар, Ф әрпі бар сөздерді оқиық. Қане бірге оқиық. Кофе, кафе, ферма, фирма, фото, факс, телефон, телеграф, футбол, Африка. Енді Қаштек Баянбай ағамыздың мына өлеңін оқиық. Футбол кино ертегі, бірі қызық бірінен. Қуат ұзақ елтеді, айнымай сол күйінен. Балалар, өлеңдегі қуаттың қылығы дұрыс еместігін талқылап көріңдер. Екінші тапсырма. Мәтінді әрі қарай жалғастырыңдар. Бірде Қожанасыр келе жатып, жолдан ұялы телефон тауып алды. Мәтінді әрі қарай жалғастырып әңгімелейік. Балалар, Алдаркөсе, Қожанасыр ұлттық кейіпкерлер. Аңыздарда олар ақылды, әділ, тапқыр, аңғал кейіпкерлер ретінде танылады.
Енді дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Бүгін біз Ф әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 28-ші бетіндегі Ф әрпі мен Ф әрпі бар сөздерді әдемі, көркем етіп жазайық. Жарайсың, іске сәт!